Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі видеода сіздердің назарларыңызды Большая жопа паука атты фильмді ұсынбақшымыз. Видео басталмастан бұрын арнаға тіркеліп лайк басуды естеріңізге сала кетейік. Ал сізді қызықты 7 минут күтуде. Ендеше жолымызды бастайық. Фильмнің алғашқы кадрларында бізге қала қирандысын көрсетеді. Ал адамдар жан-жаққа қорыққан күйі қаша жөнелуде. Қолдарына қару ұстаған әскерилер болса жоғарыға оқ жаудыруда. Бұл ғимарат үстіне шығып алған үлкен өрмекші еді. Ол жан-жағынан шабуылдап тікұшақты жарады. Бірақ алдымен бірер күн бұрын болған оқиғаны тоқтасақ. Дезинфекция жұмыстарымен айналысатын Алекс атты бас кейіпкер кезекті мәрте қарт апайдың үйіне келеді. Өзінің жұмысы бойынша паразиттерді алып кетіп бара жатқанда, оның иығының үстіне мінген өрмекші байқалады. Жігіт оны улы санап ұрмай-соқпай түсіруді ойлайды. Алайда кемпір күшпен әрекет етеді. Салдарынан Алекс жергілікті ауруханаға түсіп қалады. Бірақ медбикеге ештеңе болған жоқ деп ақталады. Бұл уақытта бөлме ішіндегі сөмкенің аузы өздігінен ашылады. Кейін сөмке ішінен шыққан өрмекші байқатпай алдында тұрған ер адамның маңдай тұсынан шағып алады. Ес-түссіз танып қалған ер адамды күзетшілер тауып, ол есін жиғандай. Ер адам өзін не шағып алғанын ойлай бастайды. Осы сәтте келген Алекс те олардың істеріне араласа бастады. Күзетшінің айтуы бойынша бұл мысық не болмаса маймыл. Алайда Алекс өрмекшіні алға тартты. Егер оның шаққандығына көз жетпесе, жайған өрмекші секілді ойлау керек болатын. Бұл уақытта қаланың әскери бөлімі жаумен шайқасуға бара жатқандай қаруланып, осы Алекстер жүрген ауруханаға бет алады. Алекс пен күзетші болса жаңағы бөлмеге барып шаққан заты табуға кірісті. Бірақ өрмекші өзі жоқ. Оның орнына қалың өрмекші тұр. Өрмекші ендігі белгілі болғандықтан ендігі оның қайда кеткендігін анықтау үшін барынша өрмекші секілді ойлану керек. Солай вентиляция жүйесін тапты. Өрмекші осы арқылы қашқан. Алекс күзетшіні жүргізіп көрмек еді, бірақ ол келіспеді. Сондықтан өзі бағын сынап басына шамын орнатып, өрмекшінің соңынан кетті. Ал өрмекші болса ауырып жатқан қария шалдың палатасына жетті. Ол үшін қазір тағы да бір жемтік дайын тұрған еді. Қария қауіпті жануардан сезіктеніп шақыру кнопкасын басуға тырысып еді, бірақ үлгермеді. Ал вентиляция жүйесінде жүрген жігітіміз әрең дегенде қозғалып келді. Кейін алдында кездескен үлкен өрмекші тұрын көріп, от тұтандырған. Ол жарылыс жасайды. Әйтеуір үйтіп-бүйтіп жүріп, ол қандайда бір бөлмеге жетті. Ауруханаға келген әскерилер дәл осы өрмекшіден қауіптенуде. Ол әр уақыт сайын бойы өсе бастайды. Кем дегенде 4 есеге өсуі мүмкін деп пайымдады ғалымдар. Алдағы 4 сағаттың ішінде бұл өрмекші 25%-ға көбейіп өсетін болады. Ал жаңадан бері осы өрмекшінің соңынан жүрген Алекстің бұл әрекеті билік әскеріне де пайдасын тигізетін болады. Ол өрмекшінің соңынан ілесу жолында кездескен барлық көрген білгендерін айтып, жеткізіп отырады. Алайда бұл жол жігіт үшін де оңай болмады. Өрмекші де артына түскен адамнан құтылуды мақсат еткен. Қай сәттерде оны ауылда ұзыртып, өлтіруге оңтайлы сәт жасауға тырысты. Бірақ Алекстің де көрер жағы бар екен. Өрмекші шабуылдағалы жатқанда Алексті Карли атты әскери қыз құтқарады. Сыртқа аман-есен шыққан соң Алексті күзетші жігіт енді сені өрмекші шағып алды. Сондықтан алдағы уақытта сенде супер қабілет пайда болады деп қиялданады. Ал қала ішінде жүрген өрмекші барлық ақпарат жүйелеріне тарап, қоғам ішінде шу көтереді. Алекс өзінің бастаған ісін аяқтау үшін жанына күзетшіні алып, өрмекшінің соңына қайта түсті. Бұл уақытта өрмекшіні ұстау үшін әскерилер де қалың үңгірге келіп жетті. Олар бағыттан жалынбапты. Шындығында үңгір ішінде толып тұрған өрмекшінің торлары екен. Олар өрмекшіге шабуылдағалы жатыр еді. Алекс пен Джо күзетші сырттай әскерилерді бақылап тұрды. Бірақ шабуыл басталғандай уақыт өткеннен соң олардың ішінде өрмекшінің бар жағына күдік пайда бола бастады. Карлиге хабарласқан Алекс онда өрмекшінің жоқ екенін біледі. Джо күзетшінің айтуы бойынша таудағы адамдардың демалатын жерге кетті. Расымен де осылай екен. Үлкен өрмекші мұнда келе сала әдеттегіндей мұндағы бейтаныс бір шалды жеп тастайды. Алекс пен Джо тауға бет алғанда оларды полиция тоқтатты. Алекс құтылып кетудің амалдарын қарастырып полиция қызметкерлеріне ақша ұсынады. Алайда бұл кезде рациядан дабыл келіп, екі жігіт те ақша бермей босап кетеді. Демалыс саябағында өрмекші алдына түскен адамдардың барлығын еш аяусыз қырғындап, жемтігін айналдыруда. Оқиға орнына келген Алекс жыртқыштың назарын аударды. Өрмекші оның соңынан түсті, ал оларды дрон арқылы әскерилер бақылап отыр. Рация арқылы Алекспен байланысқа шыққан олар жігітке бір бағытта кетуін тапсырады. Солай өрмекшіні әскерилердің тосқауылына әкеп тастайды. Қарулы адамдар жан-жақтан оқ жаудырса да өрмекшіге еш зиян тимеді. Керісінше өрмекші көлікті алып оны қалқан қылады да кейін әскерилердің үстіне секіреді. Бұл жеңіске қарамай әскерилер өрмекшіге шабуылдауға басқа да бір отрядтарды жібере бастады. Олар өрмекшіге алдыңғы жолы қару оқтары әсер етпегендіктен
басқа үлгілі оқ-дәрілерді пайдалануды шешті. Алайда өрмекші олардан бұрын әрекет етіп отрядтың жарты мүшесін жемтікке айналдырды. Лейтенанты болса соңғы сәтте келген Алекс құтқарып қалды. Екеуі өрмекшіден қашу кезінде таяу жолға тап болды. Сонда көмекке Джо күзетші келеді де өрмекшіні атқылады. Бұл сәттен соң қашу орайы келіп тұрған еді. Өрмекші болса өзінің жоспарын іске асырып, лейтенантты өзінің қармауына түсіріп алады. Қыздан айырылған соң Алекс әскерилермен жолықты. Ғалым мырза оларға өрмекшінің өсу кезеңі 4-ші деңгейге жеткенін жариялайды. Алайда Алекс оның не айтып тұрғанын түсіне алар емес. Содан кейін баяндау жұмыстары басталады. Ғалымдардың айтуынша өрмекшінің қауіптілігі орасан зор. Бастапқыда қарапайым түрдегі бұл жәндік өзге ғаламшарлық микроорганизмдермен қосылып өзгеріске ұшыраған еді. Соның салдарынан қазір көріп тұрғанымыздай өрмекші өте үлкен жәндікке айналып кетті. Енді оның қауіптілігі жер жаһанға төніп тұр. Ғалым мырзаның айтқандары қаншалықты жаман хабар болса да, Алекстің бар ойы лейтенантты құтқару еді. Ал қазіргі уақытта өрмекші Қытай ғимараттарына мініп, оларды талқандаумен жүр. Тікұшақпен жасалған түсірілімнің лейтенанттың түрі белгілі болады. Генерал Алекс пен Джоға кілтті беріп, құтқару ісіне жұмсайды. Жігіттің жоспары өрмекшіні бомба қарумен жару еді. Бірақ та оған жете алмады. Жолай көлікпен апатқа ұшырап, уақытты құртып алады. Екі жігіт лейтенант жатқан ғимаратқа келіп, лифтпен көтеріледі. Онда өсіп кеткен торлардың ішінен лейтенантты аман алып шықты. Ал ғимарат үстіне шыққан өрмекші жерге құлап түсті. Оны көрген халық оны өліге санап, жеңістерін тойлай бастады. Бірақ бұл әлі соң емес. Өрмекші орнынан тұрып бастағанда тез қимылдаған Алекс бомба қаруымен оның шек-қарын жарып тастайды. Осылайша кино да соңына жетті. Достар, видео ұнады ма? Олай болса лайк басып бізді бағалап кетіңіз. Келесіде кездескенше аман сау болайық.